Енді тұрмысқа шыққан жылдарым ұлым аяғым ауыр, осы пәтерді деп Ташкентке барғанбыз. Менің мүлде нан жемейтін ұлым мына ыстық пәтердің иісінен аппетиті ашылып, маған келіп нан сұрап тұр. Реакциясынан да көрсеңіздер болады, дәмі қалай болғанын. Ташкенттің ыстық пәтер нанын жасау үшін біздерге не керек болатын? Осы экранның шетіне жазып кететін боламын, мұқият көріп алыңыздар. Ал мен бірінші болып жұмысымды маргаринімді ыңғайлы ыдысқа салып, ерітіп алудан бастаймын. Сүтімізді де пысыр жермей әдемі қылып жылытамыз. Жылытып барлық массаны дайындағанға дейін апара дайындап аламыз. Апара дайындауды меніңше барлық адам білсе керек. Ложа мен қантты кішкентай қасықты бір қасықтан салып, үстіне су құйып араластырып қоямыз. Жаңағы еріген маргариніміздің үстіне жылы сүтімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тұз бен қантты өзіміз қалауымыз бойынша саламыз. Оның үстіне сұйық массаны салғанда ұмытып кетпеуіміз керек, апарамызды салып жібереміз. Қатты қылып қамыр илеп алғаннан кейін оны 1 сағатқа тындыруға қоямыз. Нан ашытудың да неше түрлі жолдары бар. Мен микроволновкаға салып ашытатын болсам, кейбіреулер айтуы бойынша холодильникке салса әдемі әрі тез ашиды. Сіздер қалай қамырларыңызды ашытасыздар, комментарияда бөлісе отырыңыздар. Микроволновкада 1 сағат тұрып көтерілген қамырымды енді алып суалаға бөлемін. Бұл жерде мен 350 граммнан бөліп шықтым, 5 суала шықты. Енді оларда нанның фигурасын жасаймын. Өзімізге үйге нан істегенде духовкаға бірдей қылып жайып, үстіне чеккімен ұрып тастайтын едік. Ал енді ташкентский нан қылғанда ондай техникалар өтпейді. Бұл жерде жақсылап тұрып тарелкаға салып жайып, оның шеттерін пышақпен тіліп алып, ортасын әдемілеп ашып, чеккімен ұрып, духовкаға екеуден қып салып пісіру керек. Үстіне міне самсаға себетін сиданадан да салып жібердім. Өзі специально осы нанға деп қара сидана алған едім. Осы нанды істеп жатқанымды таппай қалсам бола ма? Неге сөйтеді? Қойған затымды таппай қалам. Сосын жарайды, осы ақпенді бола береді деп духовкаға 200 градусқа жарты сағатқа қойып пісіріп алдым. Ал қалай шыққан өздеріңіз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Бәріңізге рахмет. Маған ас болсын.